Балалықтың дәмі болған, дәмі аузымызда кетпейтін муравейниктің сізге жасалу жолын көрсететін боламын. Осы видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы сармайға сахарный пудраны салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Барлық заттың мөлшерін мен описанияға қалдыратын боламын міндетті түрде. Осы біркелкі массаның үстіне жұмыртқаны жарып, үстіне разрыхлитель салып, тағы да миксерлеп жібереміз. Және де қыздар, ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер, өйткені ұн електен өтсе, әдемі көтеріліп пісетін болады. Және де бірінші миксермен, кейін қолмен әдемілеп жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қолға кішкене жабысса қамыр, қорықпаңыз. Осы дайын болған қамырды морозилькке салып қатырып аламыз 1-2 сағатқа. Морозиліктен шыққан қамырды өзімізге ыңғайлы қылып мясорубкадан немесе теркадан өткізсеңіздер болады. Мен мясорубкадан өткіземін, сондықтан кішкене мясорубкаға сиятындай етіп бөліктерге бөлік алатын боламын. Осы дайын болған бөліктерімізді енді пергамент қағаз төселген табаға салып, үккіштен өткізіп аламыз. Жаңа айтқандай, мясорубкадан немесе үккіштен өткізсеңіз, ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Және де қыздар, менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, өйткені өте көп рецептер, лайфхактар көп болады. Сізге пайдалы арна менің арнам. Және де сіздерге әр видео шыққан сайын SMS барып тұру үшін колокольчикті де басып қойыңыздар. Осы дайын болған тестамызды 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Дайын болғаннан кейін кішкене суытып, суығаннан кейін үгітіп алсаңыздар болады. Ал креміне вареный сгущенкамен сары майды ерітіп құйдым. Оның да мөлшерін описаниядан көріп аласыздар. Крем де дайын болғаннан кейін екеуін жақсылап біркелкі етіп араластырып алып, кез келген формада жинай берсеңіздер болады. Және де лайфхак айтайын, кез келген форманы осылай суға батырып алсаңыздар, осы муравейник өте тез түсетін болады, қыздар. Бетін әсемдеу өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша немесе ештеңе жасамасаңыздар да өте әдемі болады, қыздар. Мен тек қана шоколад сеуіп шықтым. Сіздер макпен немесе кокосовый стружкамен сәндесеңіздер болады, қыздар. Жасап көріңіздер, ас болсын.